Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте керемет тағам дайындадым. Кешкі асқа өте оңай дайындалады. Дәмі керемет. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Өте оңай дайындалады. Бізге ең алдымен пияз, сәбіз және де ет қажет. Барлығын осылай алдын ала турап дайындап аласыздар. Табамызға май құйып қыздырып алатын боламыз. Майымыз қызғасын, пиязымызды салып, жақсылап қуырып аласыздар. Содан соң етімізді жақсылап қуырамыз. Сәбіз салып, жай ғана 1-2 рет араластырсаңыздар жеткілікті. Және де мен болгарский қостым. Оны қосу қоспа өз еркілеріңізде. Кішкене томат қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрыштарыңызды қосып, приправа, су құйып, баяу отта пісіретін боламыз етіміз піскенше. Енді картоплымызды осылай жуып тазалап, бірнеше бөлшектерге бөлесіздер. Видеода көрсетілгендей духовкада пісіретін боламыз. Осылай сұйық піскен майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тұз және де приправа, қызыл бұрыш қостым ащы. Өз қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Пешімізді алдын ала қыздырып дайындап аламыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып шығасыздар. Приправамыз сіңіп, жақсылап араласуы қажет. Енді противенге қойып пісіретін боламыз. Астындағы маймен барлығын противенге салып, енді қызып тұрған пешке салатын боламыз. Қызып тұрған пеште осылай өте әдемі қызарып, әдемі қып-қызыл өте дәмді болып шықты, қытырлап. Енді күрішіміз пісіретін боламыз. Қазанға осылай сары майды ертіп алдым. Піскен май қоссаңыздар да болады. Енді күрішімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Сары маймен өте дәмді шығады. Бұл біздің күрішіміз езілмей, дана болып. Осылай 1-2 минутта араластырып, жақсылап қуырып аласыздар. 1-2 рет араластырып, суымызды құйып, тұз салып, бетін жауып, күрішімізді пісіретін боламыз. Күрішіміз пісті. Осылай дана-дана өте әдемі болып шығады, езілмей пісті. Өте әдем болып шықты біздің күрішіміз. Біздің подливіміз да дайын. Енді бір ыдысқа осылай күріштерімізді пиалайға салып, осылай домалап шықсаңыздар болады. Жанына подливімізді, картоплымызды салдым. Барлығын осылай салып шықтым. Өз қалауларыңыз бойынша помидор огурцы қоссаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді. Видеоны лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер.